Қайырлы күн достар, Гүлдей асханасына қош келіпсіздер. Бүгін біз қысқа дайындық орамжапырақ қосылған салат түрін дайындайтын боламыз. Видеомды түсінікті болу үшін соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге қажетті осы видеодағы заттар менде аз көлемде жасадым, сол үшін осылай аз-аздап алдым. Көптеу жасайтын болсаңыздар 2-3 килограммлап қоссаңыздар болады. Менде осындай жасыл және қызыл тәтті бұрыш, оны осылай қатты майда етіп жіберместен ұзыншалап осылай турап алатын боламыз. Міне бұрышымызды турап алдық. Енді сәбіздерімізді осындай ұзыншалап өткізіп алатын боламыз. Өте жеген кезде және піскен кезде тез пісетін дайын болатын болады. Осылай жасап алыңыздар. Және де менде көбірек қаласаңыздар қоссаңыздар болады. Пиязды менде 3 қана дана. Мен пиязды банкаларға өте көп қоспаймын, өйткені пияз аштап жіберуі мүмкін, сол себепті азғантай ғана қосамын. Қалаларыңыз бойынша көбейтіп қоссаңыздар да болады. Келесі бізде орамжапырақ. Оны да осылай аздап жұқалап етіп, төртбұрыштылап, майдалап турап аламыз. Достар, менің видеомды көре отырып, астындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеле отырыңыздар. Менде алдыңғы жылдары жабылған өте керемет қыстық банкалардың рецептін таба аласыздар. Және де қай түрінен жауып көрсетейін, оны да комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Мінекей орамжапырағымызды осылай турап алдық. Енді мұны бір шетке алып, қызанағымызды ортасынан бөліп, астының қажет емес жерлерін алып тастап, менде блендерлеп сок қылып алатын боламыз. Міне қызанағымызды осылай сок күйінде дайындап аламыз. Және де чесногымызды осылай майдалап турап алдық. Енді менде отқа кастрюлямды қойып, 200 граммдай немесе 250 граммдай май құйып аламыз. Пиязымыздан бастап салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Және де барлық көкөністеріміздің барлығын жаңағы шетінен қуырып отырамыз. Енді болгарскийімізді саламыз. Тәтті бұрышымызды, дәмі өте керемет болады. Дәл осы тәсілде жасап көрсеңіздер болады. Барлығын салып, тағы да біраз жақсылап қуырып аламыз.
Енді біз 2 ас қасықтап тұзымызды салдық, және де қаласаңыздар ащы бұрыштан салсаңыздар болады. Менде сондай құрғақ түрінен салдым. Турап салып жіберсеңіздер болады. Қатты ащыны ұнатпағандықтан солай жайғана шетінен салдым. Және де согымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып, орташа отқа қойып, біраз қайнатып аламыз. Және де бір ас қасықта уксусты қосып жіберсеңіздер болады. Менде 70%. Және де осы аралықта сарымсақ, чесногымызды салып, жақсылап араластырып, оны да қайнатып аламыз. Мінекей, салатымыз дайын болды. Алдын ала дайындалып алған банкамызға енді шетінен ыстық күйінше салып, барлығын бұрап жауып алатын боламыз. Менде мінекей 4 литр шықты. Ауыздарына ауа кірмейтіндей етіп, жақсылап бұрап жауып алатын боламыз. Достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.